Еркебұлан Тоқтар мен Марсель Нұрланбекұлы арасындағы текетірес сұмдық болды. Жекпе-жекке дейінгі сәттер, жекпе-жек үстіндегі оқиғалар, жекпе-жектен кейінгі әңгімелерді бізді қатты қызықтырғаны рас. Алайда біз үшін сол жекпе-жектің өзі көңілсіз болды. Неге? Себебі біздің жерлесіміз жеңіліс тапты. Жалпы осы жеңілістен кейін реванш бола ма? Қалай қашам? Маған керек қой. Реванш маған керек конкретно. Меніңше болмайды дегенге қарағанда болады дегенге көбірек пайыз болып тұрау. Жалпы қалған ақпараттарды видео барысында айтамыз. Ал әзірше жекпе-жек өзі қалай өтті, соны айтып өтіп, сарапшылар, басқа жекпе-жекке шығып жүрген адамдардың пікірін тыңдай өтейік. Сосын реваншқа лайықты жекпе-жек пе? Сол сұраққа жауап береміз. Сонымен не бар, не жоқ. Бір нәрсе айтайын деп едім. Құдай маған контент жасауға талант берді. Еңбек етіп, қолдан келгенше жасап жүрмін. Және Құдай сіздердің алдарыңызға осы видеоның шығуына септігін тигізді. Енді неге осыны жақсы іске бұрмаймыз? Ақыр YouTube'тан түсіп жатқан пайда жоқ, келіп жатқан атақ жоқ. Есесіне қаралым бар. Яғни сіздер барсыздар. Мен соған қатты қуанамын. Бірге жұмыс істеген әріптесінің баласы ауыр жағдайда. Әкесін де танимын, анасын да танимын. Осындай жағдайда сіз біз болып аздай болсын көмек көрсету арқылы Алланың разылығын алайық. Тіпті әр адамның 100 теңгесі үлкен көмек. Баршаңызға Алла разы болсын. Еркебұлан Тоқтар мен Марсель Нұрланбекұлы арасындағы отты қақтығыс Хайп FC төрінде аралас жекпе-жек қолғабымен бокс ережесі бойынша өтті. Негізі бұл қос мықты 2025 жылдың басында кездесуі тиіс еді. Бірақ Марсельдің жарақатына байланысты кездесу кейінге шегерілген болатын. Ақыры жекпе-жек 2026 жылдың 28 наурызына қойылды. Үлкен жекпе-жек алдында қарсыластардың бір-біріне сөзбен қысым көрсетуі қалыпты жағдай. Бұл жолда қос спортшы бір-біріне ауыр сөздер айтқанымен ұлтқа, руға немесе отбасыға тіл тигізбей азаматтық шектен шыққан жоқ. Сөз сайысындағы басымдылықта әрине Еркебұланның басым түскені анық байқалды. Ол Марсельдің бұған дейін жарақатына байланысты жекпе-жектен бас тартқанын басты қару етті. Сөзге шешен емес Марсель бұл сөздерге жауап қайтара алмады. Себебі жарақат алып шыға алмаған рас. Ол нәрсені қалай ақтап ала алады. Ал Еркебұлан оның үндемегенін ұтымды пайдаланып, кездесу айналасындағы шу мен халықтың қызығушылығын арттыра түсті. Кездесудің ең қызық тұсы таза күрес шебері Марсельдің өзіне жат бокс ережесімен шығу еді. Ал Еркебұлан нағыз соққы шебері. Сондықтан көпшілік Еркебұлан оңай жеңеді деп сенді. Алайда кездесуге бір күн қалғанда 1 минуттық сынақ барлық болжамды жоққа шығарды. 2 ай тек бокспен жаттыққан Марсель сынақ кезінде ширақ қимылдап, соққылардың мықты әрі дәл екенін көрсетті. Еркебұлан бұл сынақта өте баяу әрі әлсіз көрінді. Мұның нақты себебі бар. Салмақ қуу азабы. Ол 85 келіден 70 келіге дейін салмақ тастап, ағзасын қатты титықтап алған еді. Спортшылар ресми таразынан өтпей, сусыз әрі қуатсыз тұрған кезде мұндай сынақ ұйымдастыру үлкен қателік. Марсель 70 келіде өзін еркін сезінеді. Әрі Еркебұлан сияқты ағзасын қинап салмақ тастаған жоқ. Сондықтан бұл жағдай Еркебұланға жасалған үлкен әділетсіздік болды. Сонымен жекпе-жек күні Марсель өз бұрышынан Марсель деп аталатын әнге белеп, жұдырықтарын көрсетіп шықса, ал Еркебұлан шығатын кезде ешкім Еркебұланды таппай қалды. Жоқ, Еркебұлан қашып кеткен жоқ. Жоғары қараңыздар. Тіпті қарсыласы Марсельдің өзі аң-таң. Нарқа жақ күттіріп, мына қарсам. Жаныма чочып кеттім дағы. Қарап шықпағанда. Бұл шоу жасаудың Кенже ханзадасының жекпе-жек алаңына келуі. Неге ханзада? Неге кенжесі? Себебі ханы Мұхаммед Али, ал тұңғыш ханзадасы ол Конор Макгрегор. Сосын ғана Еркебұлан Тоқтар. Не болып жатыр мына жерде өзі? Көрсек көзіңді ашпай оны. Кино болады, кино! Жекпе-жектің толық нұсқасын ресми арналардан көре аласыздар. Мен авторлық құқықты бұзбас үшін тек қызық тұстарына тоқталайын. Бұл айқаста біз үйренген, жалындаған Еркебұланды көре алмадық. Әдетте 3-ші кезеңде шаршайтын ол, бұл жолы салмақ қуу азабынан бірінші кезеңінен-ақ күшсізденіп қалды. Оны бала жасынан кәсіби спортта жүргендермен салыстыруға келмейді. Спортқа кеш келген адам үшін бұлайша күрт салмақ тастау үлкен қателік деп ойлаймын. Ол анда-санда 70 келіде жұдырықтасқанымен, ол кезде қазіргідей ірі емес еді. Бұлшықет қосқан соң салмақ тастаудың қаншалықты қиынға соққаны анық байқалып тұрғандай көрінді. Мұндай жағдайда Еркебұланға тек алғашқы минуттарда лаки патч қатты керек еді. Бірақ Марсельге ондай соққы тие қоймады.
Әрине, бұл жай ғана жан ашыған жанкердің объективті болуға тырысқан жеке пікірі, яғни менің. Енді өзгелер бұл туралы не деді? Соған көшейік. Алдымен Еркебұлан мен Марсельдің пікірі. Жекпе-жек біте сала, Марсель Еркебұлан мен бапкері Алишерге құрметін жолдап, ТМД-дағы краш енді өз екенін айтып әзілдей түсті. Жалпы осындай бокстағы деңгейге жетуі де Еркебұланның арқасы екенін айтпай кетпеді. Еркебұлану благодарю. Еркебұлан, брат, если он не было, я не хайповал. Тебе большое спасибо, брат. За этот бой. Одан кейін сөз кезегі Еркебұланға берілгенде, Еркебұлан өзінің бұрынғыдай аш емес тоқ екенін айтып, жалындап тұрған шабыт болмағанын айта кетті. Артынша үйреніп, жаңа шабыт келгенде қалайтынын айтты. Раньше закатывал бои, я был голодный, а я сейчас сытый. Сытым драться очень сложно. Я думаю, мне нужно создавать семью. Үйленетін уақыт келді. Киінетін бөлмесінде де Еркебұлан бір видеомен бөлісті. Ренжімендер, төмен қаратып қойдым. Хейтерларым комментке күліп, көттерін ашып күліп алыңдар маған. Бұндай күн келе бермейді. Соңғы рет 3 жыл бұрын тұғым, 3 жылда бірінші рет қуанышты күндерім сендердің. Жалпы жекпе-жек аяқталған соң халық екіге бөлініп қырылып жатты. Айда ол өте қате нәрсе. Бұл жерде шоу болды. Халықты қызықтыру үшін әртүрлі шектен шықпаған әңгімелер айтылды. Тіпті сол киінетін бөлмеге Марсель де келіп, екеуі жылы-жылы сөйлесіп жатқанын байқауға болады. Басым қазандайдан бірақ таппай жатырмын ғой, басым ішті. Ошоға мен мындай тұрпысында келіп аттым да. Ұрсам ел көрсін. Қарамай дегесінде өзіңе қайырмайды. Бұл жекпе-жекте қырғыз ұтқан жоқ, қазақ ұтқан жоқ. Бұл жекпе-жекте Марсель ұтты, мен ұттым. Ешқандай қазақ қырғыз болмаушы. Мен сені ұтсам, сенен мықты қырғыз шығады. Мен ұтып алатыншы. Сен мен ұтсам, менен мықты қазақ шығады. Сен ұтып алатыншы. Кечеден айтқан қазақ қырғыз бір туған, ал жерде қазақ мен қырғыз ұршат емес, Марсель менен Еркебұлан ұршат деп айтып дедім. Жекпе-жек аяқталған соң барлығы үйлеріне қайтты. Себебі Hype FC кеші Армения елінде Ереван қаласында болған. Еркебұланды аэропортта халық жылы күтіп алды. Тіпті жерлесіміздің көңілі босап жылағысы келіп тұрғанда байқадық. Көңілім босап кетті. Қаншама адам действительно жақсы көретіндер енді байқалып жатыр. Алдында адамдар суретке түсе бергеннен шаршайсың ғой адам болғаннан кейін. Шаршап кеттім деп едім, Құдай маған қайтадан сол чувствоны қайтартты. Типа сені жақсы көреді ғой бұлар деген нәрсені көрсетіп жатыр да. Сен қалай бұлардың суретке түскің келмейді, бұлар сені жақсы көреді. Міне қарашы, сен қазанда келіп тұр, адам танымаймын, мен ана ешқайсысын танымаймын, бәрі өздері жиналып алған. Мынадан кейін қалай ұрмайсың, қайтып келіп қалай ұрмайсың, мынандай зарядтан кейін. Ал Марсельді қырғыз халқы той думанымен күтіп алды. Халық қуанып жатыр, шаттанып жатыр. Себебі елге ешкім сенбеген жеңімпаз оралды. Жастарға шабыт, үлкендерге абырой. Ел ағалары үлкен-үлкен сыйлықтар беріп, жеңімпазды бір марқайтып жатыр. MMA әлемнің ішкі процестерін жақсы білетін, сахна сыртындағы маңызды шешімдер туралы ашық айта алатын менеджер және промоутер Нурадин Садықов мырзамен Алыпсоқ арнасының сұхбатында негізі Еркебұлан 77 килограмм салмаққа шығу керек еді деген мәлімдемелер айтты. Көбінде сұрақ болып жатқан нәрсе, неге Еркебұлан 15 килограмм қуды деген әңгіме ғой енді. Негізінде бұл жекпе-жек 77-ге жоспарланған және ол басқа соперник болған. Басқа соперник, егер ол болмаған жағдайда да қалған соперниктер 77-ге іздейміз деп келісілген дүние болатын. Ол соперник ол картта өнер көрсетпей қалды. 77 айналасында соперник табылмай тұрғаннан кейін Марсель ғана шықты. Осы картқа қояйық деп ойлағанбыз, шықса осы 70-ге осыған не қалса деп. Тіпті одан төмен салмақ болған. Саудалас әйтеуір 70-ге келісті. Менің қателігім рұқсат бергенім болды да. Енді бұндай рискісінен диетолог мамандардың жұмысында да біраз мен вопростарым, сұрақтарым болды. Салмақты алдын ала қуалатып тастап, 3 күн қалған кезде кетіп баратқан кезде 1,5 килограммен ба кетіп барады. Ол енді былай кәсіпқой қуып емес. Иә. Кәсіпқойлар бір тәулік қалғанда 5-6 келі ұстады. Бір тәулік қалғанда 5-6 келі, 1,5 келіні ұйықтап баратқан кезде ең минимум не қылады. Взвешен болатын. Кейбір сөздер Еркебұланды баптаған Алишер бапкерге де дейді. Себебі дұрыс тактика қоймадың, дұрыс үйретпегенсің деген сындар көп видеоларда да пікір бөліміне де айтылды. Маған өтіп кетіп жатқаны өзіміздің тренер бауырлар, әр қаладан достарым
дұрыс тактика қойылмады, дұрыс дайындалмады, солақайға дұрыс істемеді дегендей. Сендер білмейсіңдер тренировкада біз қалай жұмыс істегеніміз. Сол бір ай қандай тактика қойдық, Марсельдің не жұмыс істеп жатқанын мен оны білем, қалай жұмыс істеп жатқандарын. Не, сол қол прямой, арт қолы атылады, солақай, любой солақай отырады, арт қолымен атылады. Соның барлығы снизу, прямой, разрез ударлар. Тренировкада, отработкада соны істедік. Бір ай бойы таш істедік. Бойға шықтық, шықпай қалды. Болады ондай. Салмақ па, может, артық көп салмақ қойып қойған. Дұрыс восстановление, ол да дұрыс болған жоқ. Просто оны танымай қалдық бойға шыққан кезде. Ол өзі де айтып отыр, бізде біз көріп отырық шеттен. Арнамыздың адал оқырманы, спорт жанашыры, Тілеухан атымен танымал музыкант Бауыржан Тілеухан. Жалпы жекпе-жекте бір қақпаға өткен ойын деп айту қиын. Марсель Еркебуланды деңгей жағынан басып тастаған жоқ. Екеуінің күші шамалас. Тек бұл кеште Марсельдің жеңіске деген ынтасы жоғарырақ болды. Егер реванш болса, дұрыс дайындықпен оны жеңуге толық мүмкіндік бар. Марсель жеңілмейтін құбыжық деңгейіндегі жауынгер емес. Бұл кеште Марсельдің жеңісінен қарағанда Еркебуланның торға әсерлі шығуы есте көбірек қалды. Бұл жекпе-жекке атақты жауынгер Жалғас Жұмағұлов та өз пікірімен бөлісті. Жекпе-жекке ешқандай тактика құрылмаған, Еркебулан құр эмоцияға беріліп кетті. Ал Марсель психологиялық басымдықпен өз ырғағын ұстады. Қарсыласын саулап, айқас ырғағын үдеткенде Еркебуланның тынысы тарылып, жекпе-жекті осылайша қолдан беріп қойды. Негізі бапкерлердің басты міндеті спортшының эмоциясын басып, тактикаға қайтару еді. Бұл жерде кімнің қате кеткені белгісіз. Не Еркебулан бапкерлерін тыңдамады, не бапкерлердің өздері де айқас кезінде эмоцияға беріліп кетті. Енді соңғы әрі әдем айтылған пікірге келейін. Ол бокстан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Мұхит Амантаев ағамыздың пікірі. Жекпе-жекке дейінгі айтқан болжамы нық келгендей. Не деген дәлдік деймін да шіркін. Ерінбей көріп шықсаңыздар болады. Алайда біз жекпе-жектен кейінгі пікіріне келейік. Мен сен қаншама жыл білемін. Мен сен бұндай үлкен салмақ қуғанды көрген емеспін. Егер де сен әрдайым 13 кило, 10 кило деген сияқты қуып жүрсен, оны түсінуге болатын еді. Медиа спортына, медиа боксына, ММА-ге шығып жатсың. Енді мұнда ғана келген жігітсің ғой, соңғы 5-6 жыл болды. Спортсмендердің өздері мысалы ауыр салмақ қуған кезде олар организмдері үйреніп қалған болады. Восстановлениялар жақсы болады. Хабибтің өзі мысалы 15-17 кило қуатын кезінде почти 20 килодай қуатын. Сол сияқты ол ондай салмақ қуған кезде дене бітім жалпы организм үйрену керек. А сен де видишь, мен сен айтып отырмын, білгелі бері сен ондай салмақ қумағансың. Мен көрмегенмін сен ондай салмақ қуғанды. Ты высушен уже, организм истощенный. Сен ұрғың келеді, бірақ ұра алмайсың. Сен аяқта жүргің келеді, бірақ жүре алмайсың. Жылдамдық жоқ. Әйтпесе сен екі қолыңда ауыр, мысалы, оң қолмен де қап тұрасың, сол қолмен де қап тұрасың. Өз салмағында төбелесіп бокстассаң, мен білемін ғой, қанша мен емес, бүкіл қазақ елде. Сен қаншама деген жігіттердің басын жұлып жүрген баласың ғой. Жекпе-жектен кейінгі бірден айтылған сөздерді көрдік. Бірақ біраз қызықтар бірнеше күннен кейін болды. Сонымен реванштың да ауылы алыс емес секілді. Хайп керек, темірді қайта қыздыру керек дегендей, Марсель жекпе-жектен кейін жаттығу барысында сұхбат беріпті. Ол жерде жекпе-жектегі ойларымен бөлісті. Өзім зрелищный бой көрсеткім келді, 3 раунд. И мен жаңағы 1-2 ұрғанда талтаңдап кетіп жатты ғой. Ошо малда 1-2 давление беріп, ұқтатып қойсам болады деді. И мен зрелищ қылғым келді. Жаңа елді жырғап көрсін деп. 2-ші раундта бітіріп қойсам болады деді. Еркебулан да шетте қалған жоқ. Как будто Қазақстандағы ең мықты адам ұтып алған адам болса қуанып жатыр ма? Ең слабый мен ғой Қазақстанда. Мен ұтып алып қуанып жатса, ең мықтылар кезде не болады? Ең слабыйын ұтып сөйтіп қуанып жатса. Күлу керек қой, күлу керек. Марсель бұл сөздердің бәрін көріп, тыңдап, үлкен видео жасағанын көрдік. Өзінің парақшасына бапкердің екеуінің сөздері ұнамады деп тәкаппарланбауға шақырды. Жекпе-жектен кейінгі аш емеспін деген сөзінде айтып кетті. Текеберчілік өте көбейіп кетті. Мен бойдан кейін ештеңе сөйледім. Бойға чейин Еркебулан, Марсель слабый, Марсель только интернетте бойға келгенде мен көрдім. Мешок кен, реально мешок кен. Раздор алып айтқан. Даже о, арқаңқы қол, бір қолым бар, мынау бар деп атты. Иштете албады, титиреп қорыққаннан көзінен біліп атты. Мен каждый раундта давай уршайлы деп реванштан көрөбүз, ана минте матч ойнасам өчүп калды, ана менде акчам токмун деп. Ток болсоң ашып барса бир машинаң менен бир үйүң бар. Флойд Мейвезер жүрөбү, урушуп. Геннадий Головкин жүрөт Казакстанда. Мен деген миллионерлер урушуп жүрөбү. Как будто бир машина менен бир iPhone телефон анан агайыңа бир $100 берип алып, мен токмун деп. Жалпы осы жерде айта кетейін, Марсельдің ешқандай сөздерін қазақшаға аударған жоқ, себебі қырғыз халқының тілі біздің қазақ тіліге өте жақын. Өз басым кейбір ғана сөздерді түсінбей қалып жаттым, алайда 95% мен толық түсіндім деп ойлаймын. Реванш болса, ММАдан БМФ поясқа ұрсақ болады.
Еркебуланды мен уже уттум. Еркебуландын правиласына бардым, Еркебуландын весине бардым. Хорошо, Еркебулан 77-ге келип БМФ поясқа келесин, поясты зашта кыласың. И андан кийин жакшыраак урсаң, кулачкадан дагы реванш берем. 3 бой кылабыз. Кейбірі тіпті Еркебулан қорқып қашып жүр дегенде пікірлер айтып жатқанын байқадық. Жалпы реванш бола ма сонымен? Осыған Еркебуланның бірнеше видеосын көрейік. В общем, біреу бір өтірік информация таратып жүр, короче. Марсельден реванштан қашып жүр бірдеңе дегенше. Өтірік ол, сенмеңдер. Қалай қашам мен, қалай қашам? Маған керек қой. Реванш маған керек конкретно. Мен неге қашам одан? Вот Марсель қашуы мүмкін. Өйткені оған керек жоқ, ол ұтып алды, болды, мен ұтып алдым деп кетіп қалды. Мұхит ағай, маған беріңіз, реваншқа мен шығып, мен мынаны турайын. Демалысым бітті, ертең келем Қазақстанға. Мен ашпын. БМФ титулға давай төбелесейік. Мен поясым қоям да. Бірақ логически ойланатын болсаң, ол мен таймамай төбелесу үшін мен сені хотя бы кулачтан ұтып алуым керек та. Сондықтан 77 килограмм реванш жасайық. 77 весовой категория. Сен де қуыпсың ғой, салмақ қудың деп айтыпсың ғой, Алишқа. Салмақ қуған болсаң, реванш. Соны ұтсам, паймамай шығамыз. Паймамай да қорқпаймын сенен шығуға. Жалпы бұл кеште маған оғыштау көрінген екі жайт болды. Біріншісі Марсельдің жеңісінен кейін бірден Тони Фергюсонды айқасқа шақыруы. Тонидің қазір бабында емес екенін бәріміз білеміз. Кезінде Хабибпен қатар тұрып, UFC-дің үрейін ұшырған аңызы қартайған шағында жекпе-жекке шақыру кішкене яттау көрінді. Екіншісі өзбек файтердің айқас біте салып, жеңіліп көңіл күй болмай тұрған Еркебуланға келіп, көзбе-көз тіресейік деп жабысуы. Еркебулан жеңіп тұрса түсінер едім. Басқа кез келген уақытта жақсы хайп болар еді, бірақ дәл осы сәтте бұл қылық өте орынсыз болды. Енді халықтың тәкаппарланып кетті, үндемей-ақ төбелесіп қайту керек еді деген пікірлеріне келсек, ойланып көріңіздерші. Тарихта небір чемпиондар өтті, бірақ неге бокс десе бірінші Мұхаммед Али еске түседі, неге UFC десе жеңілмейтін жауынгерлер емес Конор Макгрегор ойға оралады. Себебі олар трэш-токты шебер жасап, халықтың назарын аудара білді. Бұл шоу, камераға ойнау және хайп жинау. Әйтпесе, Конордан да мықты қаншама жауынгерлер көптің бірі болып еленбей қалып жатыр. Егер трэш-ток шектен шығып, жеке намысқа тимесе, оның несі айып? Кинода актерлар қалай рөл сомдаса, жекпе-жек алдында жауынгерлер де өздерінің спорттық рөлдерін дәл солай ойнап жатыр. Жалпы, бүгінгі видео осымен тәмам. Сонымен не бар, не жоқ.